Мәжіліске қатысушылар, мәслихат тұрақты комиссияларының бірлескен мәжілісі, аудан мәслихатының депутаттары, 55 бөлім басшылары шақырылып, олар негізінен қатысып отыр. Құрметті депутаттар, мәжілістің күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылып отыр. Бірінші, Мақтаарал ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, тұрғын үй инспекциясы бөлім басшысының атқарған жұмыстары есебі туралы. Екінші, Атакент кенті әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Үшінші, Бірлік ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Төртінші, Жамбыл ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Бесінші, Мақтаарал ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Алтыншы, Мақтаарал аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 наурыздағы нөмір 26-171-18 Мақтаарал ауданы әкімдігінің жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мәселе жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы шешімге өзгеріс енгізу туралы. Мәжілісте мынадай жұмыс тәртібі ұсынылады. Баяндамашы 10 минут, сөйлеушілерге 5 минут, анықтамалар 3 минутқа дейін. Жұмыс тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? Болмаса дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ. Құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі мәселені қарауға көшеміз. Бірінші, Мақтаарал ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлім басшысының атқарған жұмыстары есебі туралы. Баяндамашы Мақтаарал ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Ғабит болады. Бізде бірінші мәселе ауызсу саласы. Ауызсу саласы бойынша бізде ауданымызда 38 елді мекені, соның 28 елді мекені 24 сағат, қалған 10 елді мекені кестемен ішіп жатыр. Оның ішінде қалалар жасайтын болсақ, Атакент елді мекені осы жұмыстар жүріп жатыр. Ақ-Жол, Арайлы, игілік елді мекендерінде жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып, экспертизадан өтіп, 24 жылы бізге облыс бюджеттің бөлінді. Сөйтіп жеңімпаз анықтап, қаржы бөлетін болған, бұдан қаржы келмеген. Облыстан қаржы болмағаннан кейін, кеше өткен жолдаларымызбен игілікпенен Ақ-Жол елді мекеніне 353 миллион қаржы қарап, бұл жерде водозабордағы қара жұмыстар атқарылды. Қазір енді азалия сетке түсу үшін қаржы жоқ. Сонымен қатар Арайлы мен Мырзакенттің ішіндегі Маликожаев көшесі деп айтып жатамыз. Маликожаев көшесінің бойындағы су құбырын километрге жуық су құбырын ауыстыруымыз керек. Қазір проблема болмай жатқанын содан дейді. Азатты водозаборын сооружение қосымша тағы 50 соток жер аламыз, сол жерден қосымша водозаборды салып беретін болса, кешегі қосылған бөлтектің үнемі давлениесі түсіп көтеріліп жатыр ғой. Челестер кезінде салынған. Сол жаққа жалпы Достық көшесі бар, қарағанда Кафинасының бойындағы ағыреттің бәрін сол водозаборға істейтін болса, сонда 2 водозабор мен Мырзакент кентіндегі су құбырының давлениесі көтеріліп, тұрғындарға сапалы қамтамасыз етуге мүмкіндік болады. Сонымен қатар кеше 167 миллион қаржы қаралып, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Байқасаңыздар, елді мекен ішінде абонентский ящиктеріміз бар. Сол ящиктерді бәрін ауыстырып, жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Қазір енді Мырзакент кентіне пост дейміз, канализационное очистное сооружение. Соның жобалық сметалық құжаттамалары әзірленуде. Сараптамадан өту барысында бұлар созылып кетті, неғып созылып кететініміз алдын бізде бір уақытта талап болған КДС-тен мақұлдану керек дегенде, сол где-то 13 елде сол КДС-тен құжаттарымыз жатып станада. Соның салдарынан созылып, биыл құдай қаласа сараптамадан өтеді. Мынандай карта әзірлегенбіз. Ауданымыздың картасы қызылмен белгіленген жаңағыдай кестемен ішетін 10 елді мекеніміз.
Мақтаарал кеңшілігі және Бейбарыс ауа деген ұйымдарымыз бар. Сол 68 елді мекенге су беріп жатыр. Мына осы жүйелерді қайта жұмыстарына талдауға келетін болсақ, біздің мына комиссия қорында дайындағанымыз бүгінгі таңда бізге қажетті қаржы 2 миллиард 99 миллион қаржы керек. Сонда біз осы ай бағана айтқан 5 нысанды бітіреміз да. Атакент өртіне қаржысы қаралған, биыл пайдалануға беріледі. Ал ана 4 елді мекеннің Арайлы менен Матиқожаевқа кеше облыстық бюджеттен қаржы қаралды. Ол жерде жұмыстарды бастаймыз. Мына өткенде атқарған жұмыстар бойынша не алатын болсақ, Берекеде башня қойды, Еркінауытқа скважина бөлететіміз керек. Оны биыл өткен жылы не болды, 26-ға қаржысы қаралды. Еркінауытта бізде централизм насос бар еді, глубин насос сұрамайтын еді. Глубин насос сұрамайтын еді, оған қазір скважина бөлететіп, сөйлем суды шығарып, астында башнясы несі бар. Бағана айтқан 167 елді мекенге, мына елді мекендер қамтылған. Сонымен қатар жаңағы бағана айтып өткен 10 елді мекеннің кестемен шеттеген Атырау ауылдық округіне қарасты Амангелді, Ерболымыз, Әл-Фараби елді мекендеріне водозаводы салу жөнінде қайтадан құруымыз керек. Оны демеушінің есебінен жобалық сметалық құжаттаманы әзірледік. Сараптамадан қорытындысы шықты. 217 миллион қажет етеді. Табиғи газ саласында болса, өткен жылы бізде айта береді, сол жаңағы 23 елді мекен газдандырылмаған. Сол газдандырылмаған 23 елді мекенге қаржылары келіп, толық құрылыс монтаж жұмыстары аяқталып бітті. Бүгінгі таңда игілік 40 жылдық дейміз Атакент қыс мезгілінде газдың қысымы төмендеп кетеді. Сол жерге подводящий газопровод высокого давления жұмыстары жүріп жатыр. Ол жерде қаржысы қаралған, биыл ол да пайдалануға тапсырылатын болады. Мына қатысына келтірген және өткен жылы істелген жұмыстар газификация бойынша. Енді өздерінің қатысына көргенде 23 мемлекеттің бәрі подводящий газопровод сонысы қалды. Электр қуатымен қамтамасыз ету мәселесі бойынша бізде өздеріңіз білесіздер, Шардара ГЭС-тен Шпелфируздан аламыз. Өзбекстан жағынан Шардара ГЭС-тің қуаттылығы төмендеген кезде Өзбекстан Фирuz арқылы аламыз. Жалпы 68 елді мекеннің барлығы толық электр қуатымен қамтамасыз етілген. Бізде жаңадан түскен новостройка деп жатамыз. Жаңадан түскен көшелеріміз бар. Сол новостройканы оңтүстік жақ жөндеу жұмыстарын жүргізуде тұрғындар өзі қосып-қосыппенен істеп, ақора болған бағана ағаш талапқа сәйкес келмейтін. Сол жерде үнемі жолдар болып жатады, свет өшіп неғып жатады. Сол жаңадан түскен көшелерге жобалық сметалық құжаттама әзірлеген. Бүгінгі таңда Ержан менен Қалбек ауылдық округіне қатысты елді мекендерге жобалық сметалық құжаттама әзірлегенбіз. Қаржысы пока қаралған жоқ. Осы оған 340 миллиондай қаржы қажет етеді. Өткен жылы біз атқарған жұмыстарымызды келетін болсақ, елді мекеннің атауының несі көрініп тұр. Ескертікпенен еңбекшілігі 43 деп жатамыз, пикет. Сол жерде біраз үйлеріміз бар. Соларға ескертікте бір көше бесхозный болған, соның бір көшенің линиясын екіге бөліп, сол жерде жұмыстарды жүргіздік. И 43-й еңбекші ауылдық округінде сол жердегі бір КТП қойып, электр желілерін тартып бердік. Жол саласына келетін болса, жол саласында бізде 25 жылы 538 миллион ауыл еңбесі бағдарламасы ол кезде жүзеге асып жатқан. Бөлінген болатын. Ол кезде 24-тен 25-ке өтпелі нысандар болған. Сол өтпелі нысандардың аяқталу үшін 917 миллион қаржы қаралған. 320 бөлінген, сол 25 жылы жұмыс жасағанбыз. 25 жылы 9 нысанға біз енді қазір талап етілген смета жасаймыз. Содан кейін барып эксперттер келіп, соны сараптамадан өткізіп, сараптама қорытындысы алынып болғаннан кейін ғана жөндеу жұмыстарына қаржы қарап, мердігер анықтап, қаржы қарауымыз керек. Бүгінгі таңда бізде 1 миллиард 680 миллионға 9 нысанға мердігер анықталып дайын тұрмыз. Кешегі
құрылыс нысанын аяқталуы үшін. Сіздерге түсінікті болу үшін көше дайындалып та бір нысан дегенімізбенен мысалы бір нысан болатын болса атымен берілген көшелерімізге кеше ақыры мердігер анықталды, қаржысы қаралған жоқ, мердігерге өтініш жасатқан тұрғындар қайта келіп жатыр, сіздердің алдарыңызға барып жатыр, аудан әкімдігі келіп жатыр. Осындай ақыры қаржысын қараймыз, асфальт төсей береміз деп төлеп береміз деп қосымша бір көшелеріміз бар, соны істеп монтаждаудан тоқтатырмыз. Бейнебақылау камералары бойынша жобалық сметалық жоспарлама корректировкадан қайтып өтіп жатыр. Бізде Атырау ауылдық округі өркениет елді мекенінде 4 этажды жатақханамыз бар. Жылдан жылға созылып келе жатқан жөндеу, сол жөндеу жұмыстары сол жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Төбесіндегісі толып, астыңғысы тосын деп жатамыз ғой. Суреттерін алдарыңызға ұсынып отырмыз. Жерге бұл жөндеу жұмыстарын бөлек централизованный отопление тартамыз. Оларға жаңағыдай жеке әрқайсысына газ тартуға, газ беруге тура келмейді, рұқсат жоқ. Сөйтіп сол центральный отопление бар, сол елу алты пәтер, соның қасына котельныйына барып котел қойып, су жүйесі тартамыз. Өткен жылы сонымен қатар қайта индикаторға еніп, поручениеға енген мал өндірістерін тастайтын орындарын жүргізген. Төрт жерге қойғанбыз. Азамат, Албабас, Қарағыр және Достық. Сонымен қатар айта өтетін және бізде сол екі өңірде полигонымыз бар. Сол мәлімет ретінде сіздерге слайд дайындап берғанымызда біреуі жаңа жеңіс полигоны деп аталады, екіншісі Сарзауыттың ар жағындағы өркениет полигоны деп аталады. Осы екі полигон жұмыс жасайды. Қысқаша мен болдым. 25 жылда атқарған жұмыстар болды. Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жамбыл. Және сіз жаңа жылдағы Ақжол арайлы аулалардың ауысуын айттыңыз ғой. Өзіңіздің қаржыдан басқа өрді қаржы түсе ме, түспей ме ол? Өткен және сіздің айтқаныңыз бойынша арайлыға түсіп, Ақжолға түспей ме? Ақжолға жоқ қылдыңыз. Ақжолға бермейді. Өткенде қаралған қаржымен тұр ғой сонда қазір. Соңғы тұрған барасы орыс резерві алып. Неге арайлыға бергенде Ақжол жоқ? Жалпы айтамын, жаңағы сән сайтқа бардым да. Көрдім ғой, көрдім. Бұл жерде жалпы бізге соның бәрін жүргізіп аяқтау үшін 2 миллиардтан астам қаржы керек. 2 миллиардтан астам қаржы керек. Енді қазір Ақжол горячий точка болып тұрды арайлыға қарағанда. Соны айтайын деп жатырмын. оны түсініп айтып жатырмыз. Енді өткенде Ақжол тұрғындарында президент әкімшілігіне, облыс әкімдігіне арызданған нерван игіліктер сұрасындай болған себебі су құбырлары не болады? Шыдамай жатыр да. Қазір енді ауылымызда күн ыстық болады. Қазір күн салқын кезде графикін берген өзінде біраз жерлер прорыв болды да. Қазір енді жаз айы басталады. Игілікпенен Ақжол горячий точка болады. Білесіз бе, Ақжолда 3 жерден беріледі. Жетпейді. Біреуінде башня бар, екеуінде прямой кетіп жатыр. Соны жаңағыдай қайта айтып жатқан сол көреуші заңмен тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басқармаға да заң әкімдерге облысқа да кіріп жатыр. Күніге 3 рет айқай болады ауысу жаңа Ақжолда. Жәке, ол бойынша ұсыныс бердік. Тиісті мекемелерге депутат сіздердің
не түсіп жатыр. Мәжіліс депутаттарына да беріп, кеше ақша берген кезде қуанып қалып едік. Сөйтсек, мына елді мекенге берген да. Енді кеше басқармаға звондап айтып қой, енді кеше де келді заң, жаңадан заң тағайындалыпты. Шыңғыс деген соған да түсіп қолына сатып беріп едім. Игілікті көрсеттім басына. Мына ауыл деп. Енді құда қаласа өзгеріс болады деп, енді сессияда енді мына екі ауылға берсе, біраз жұмыстар атқарып. Биылғы жылмен облыс экономика қаржы басқармасының басшысы айтқан. Күмісбек, биылғы жылмен осы Мақтааралда 4 ауыл Қандай жолмен сұраймыз енді деп жатыр да, ақшаны бәріміз осы жерде жабылып жазамыз ба, барамыз ба? Енді қаржы тапшырып отыр. Сіздер тараптан да ұсыныс хат беріңіздер ме оны? Не жоқ деген? Неше рет бердік, бәрі қалай береді? Сұрап жатыр. Бізде үлкен мәселе осы болып тұр. Келесі сұрақ. Сұрағым бар, өзіңіз білесіз, ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша өткен жылы Мақтаарал ауыл округіне еңбекші елді мекені еңбекші көшесіне асфальт төселген болатын. Енді оның сапасын өткізушілерге түсіріп жіберген. Жұқа уже үгітіліп жатыр. Оған кім жауап береді? Неге оны кім экспертизада қабылдады? Неге ол жұқа? Жұқа мынандай. Негізі қанша сантиметр болу керек? 5 сантиметр болу керек па? 5 сантиметр болу керек. Ол 5 сантиметр шықпайды. Келеді ғой. Центр качество келеді, керім аламыз, өзіміз қатыстырамыз, керім аламыз. Сол сапасы істеп кеткен не пайда Келесі депутат. Абеке, менде бірнеше сұрағым бар. Жаңа ауыз су бойынша, жаңа жол мәселесі бойынша. Жаңа береке елді мекеніне сіз башня қоямыз дедіңіздер ме? Қол қойдық. Ал ол бар емес пе резервуар? Не үшін қойдық? Жоқ, башня қойдық. Башня қойдық. Резервуар болса башня не керек бар? Жарайды, мейлі ғой. Енді қарасаңшы, бізде ана сізге де былтыр шыққан мәдениет елді мекен ауыз судың сапасы бойынша. Жалпы көп та ол жерде. Енді былтыр айттым, фильтр қоясыздар ма, или басқа нәрсе қоясыздар ма, сол жағын қарастырған жоқсыздар ма? Өйткені ол жерде жалпы көп та, сол арқылы шаттық алады, сол мәдениет арқылы. Ол шаттықтың несі адамдар, тұрғындар бәрі біздің ауылға келіп су тасиды да, ешек арбамен, машинамен деген сияқты. Біз қазір енді мәдениет суы, былайша, сексен заключение, біз енді қатты су, келмей су деп айтамыз ғой. Бұлай делатын болса, ол несі более-менее мәдениет су ішуге жарамды, өзің айтады, шаттықтан келіп әкеледі. Биыл сол шаттықпенен ағалдың ғой, жаңағы кезден қарасам, шаттықпен ағалдың мәселесін шешеміз. Мәселесін шешеміз ол. Соны қарасын сол. Одан кейін газ мәселесі бойынша айтсақ, мынау бізде өзімізге белгілі қыста газ мәселесі да, қыста бізде завод қосылады ғой, жаңа прогресс. Сол кезде мен газын бәрін сорғылама, тұрғындардікі не болып қалады да, давлениясы аз болып қалады. Соған қосымша бірдеме қою керек па? Именно жаңа негізде да, мақта Жаңа айттым ғой, подводящий газопровод сол давление, иә? Мақтаарал агрессиясынан бастап, олар больница поворот бар емес па? Сол жерге шейін сол давление. Сол жаңа айтып отқан ол дабыл мәселе Атакентте де, Ақжаттағы, Қарашылда, Игілікте де орын алады да. Просто давление средний болып қалып жатыр да, біз қазір енді высокий давление келеміз, сол жерге беріп қоймаймыз. Отработка жасап жатырмыз, содан бер жаққа енді стабильно сол давление көтерілгеннен кейін құдай қаласа ол мәселеде қалыптасып қалады. Дәкес ғой дұрыс па? Высокий давлениеден кейін. Средний ғой, сол жерге стабильно келіп тұрады. Тем более высокий келіп, высокий жеті жағын параметрге келмейді. Иә, Атакент ішіне кетеді. соны сұрағым, анау не бойынша, электр жүйесі бойынша, бағаналар бойынша да, столбтар. Бізде бір 2000 көше бар да, енді ана столб действительно жарамайды. Оны ержанға айтсам, сіздерге келесі жыл уже неше жылдан бері келе жатыр да. Соны ана... Ол ержан атырауды жасап көрейік осы. Не болатын болса, ол ана инвест проектісі бар ғой. Инвест проектісі бар да, инвест проекттер ол нешінші жыл жүреді. Өткенде мәдениетке бір группамен барған кезде, сол жерде де бір өзінде қатысты ғой. Ана 3-4 столбы планетті шетті дегенде, ол жігіттер сол жерде оперативно реагент етіп, барып столбарын ауыстырып кетті. Ал егер жаңағы өзің айтып отқан КТП-ні ауыстыру электр желілерін жаңартамыз деген бағдарлама болатын болса, машина атырауды жасап көрейік. Не, ол столбтарды ауыстыру керек та, ағашта ескі. Оны айтып
кичине ямочный жұмыста, өйткені былтыр жаздама істелінді да ол көктемде. Бізде де істелін береді, ол істелінбей еще хуже яма болды да, қазір енді чересчур невозможно. Да, Арман да бекер. Қазір фильтрация кеткеннен кейін, қазір жердің болса, каналын жөндеп ал дейді да, болысы жол бар. Фильтрация кеткеннен кейін суретке түсіріп, ұсыныстар жібере сал, оларға перенабрать едік, бижан болды. Я сүйіктесі жаман. Все, рахмет. Хорошо, рахмет. Басқа сұрақ, Ерғали. Өйткені ауызсу бойынша авторлар алау жұмыстарын жүргізуде ғой, білесің машина. Оны қашан жасады? Ол жерде шывастыр ғой. Халық тарапынан наразылық бар да жаңа ауызсу сапасында. Несіне? Тұзды дейді. Тұзды? Мақтажанның суы более-менее нормально, бірақ ол жерде ол разведывательный скважина, ол эксплуатационный скважина емес. Разведывательный скважина ол для подтверждения запаса. Сол бірейін жасағаннан кейін, 2 жыл наблюдение болды да, ол наблюдение есебінен бізге кейін сол жерде жөндеу жұмыстары жүргізуге рұқсат берді да. Ол наблюдательный скважина. Одан кейін мен мынау ауызсудың тарихы бойынша қосылғанға сәуірден бастап есту бойынша. Сәуірден бастап Мақтаарал сервиске қарасты 30 елді мекені бар. Сол көтерілу керек. Әйтпесе Басқаларда ше? басқалары ол өздері бар қорғау керек. Ол өздері бар, кренге бар, креңдер құжаттарын тапсырады. Қорғаған кезде сол елді мекендерге келіп, 3-4 елді мекен болатын болса, біріктіріп, бір жерге жинап, общественный слушание жасап, міне мынандай ұсынып жатыр. Сіздің бағаларыңыз көтерілу керек деп айтады. Себебі сізде қазір 50 теңгенің уақыт бәрі да. Ержарға ел сума жүргізіп жатқан нені? Ержарда Нұрсу. Нұрсу деген. Соның операторлары уже хабарландырып беріп жатыр, көтеріледі деп сәуірден бастап. Сәуірден бастап олар көтерілмек. Олар қазір креннің егер приказ келетін болса көтереді. Өздерінің тарапынан бір ауыз хабарландырып айтып жатыр ғой, халықтың арасында бекерге не қыла бермесін. Ешқандай негізсіз. Ауыл әкімінің арқылы жасаймыз, көрейік. Баяндамашқа басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса онда мәселені сессияның күндерінен өзім сұрайын. Қалысы қалышы. Рахмет. Келесі. Атекең кенті әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөнінде ескертеді. Баяндамашы Атекең кентінің әкімі Исламбек. Микрофон жанында. Естілмеді. Слайдтар көрдік оларымыздан. Жалпы 2025 жылы мемлекеттік мекемесіне бюджеттен 269 миллион 247 мың теңге қаралған. Жалпы игерілгені 269 миллион 695 мың теңге, орындалу пайызы 100%. Санитарлық тазалық қамтамасыз үшін 13 миллион 500 мың. Бұл да толық 100% игеріліп отыр. Ал абаттандыру көліктері көгалдандыру жұмыстарына жалпы 86 миллион 686 мың теңге қаралып, ол да толығымен 100% орындалған. Жалпы кенттікке Атакент кенті мемлекеттік мекемесіне жеке және заңды тұлғалардан 192 өтініштер келіп түскен. Атап айтқанда 192 өтініш қаралып, оның ішінде қанағаттандырылған 183, шешуге басқа органдарға жіберілген 18, келесі жылға 3, бас тартқандар 6. Жалпы кент 2012 айда 319 өкім, 91 шешім, 757 кіріс, 479 жігіт құжаттары тіркелген. Жалпы кәсіпкерлік бойынша орындалуға 2012 айда 3 дүкен, 1 дәмхана, 1 салтанат сарайы, 2 көлік жөндеу, 1 құрылыс заттары, 2 сауда кондитерлік өнім цехы, дүкендер ашылып, жалпы 28 адам жұмыспен қамтылды. Қазіргі таңда 35 адам мал бордақылау және кәсіпкерлік жүргізіп келеді. Бұл бойынша да жұмыстар жүргізілді. Мал шаруашылығы бойынша Атакент кентінде
шектеулі серіктестігінде 7619 бас ұсақ малы бар. Жалпы салық түсімдері бойынша кентке мүлік салығынан 2 миллион 600, жоспар бойынша 2 миллион 692 қойылған болса, орындалуы 2 миллион 494, 112 пайызға, жер салығы 2 миллион 93 мың план болса, 293, 100 пайызға орындалуы. Заңды тұлғалардың көлік салығы 3 миллион 646 мың болса, Бұның бәрін біз оқыдық, дайындалдық, білеміз, жалпы. Біз оқып шықтық. Сұрақ жауапқа көшсек. Құрметті әріптестер, баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі бұл мәселені сессияның күн тәртібіне енгізуді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Рахмет. Үшінші, бірлік ауылдың округі әкімдігінің қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы баяндамашы бірлік ауылдың округі әкімі Сәкен Кенжеев. Сұрақ болса сұрақ қойсын. Әкімге сұрақтарыңыз бар ма? Есеп бойынша жалпы келіспейтін жағдайлар 2024 деген бұл 2024-те өнім емес, бұл 2023-те қалған өнім. Мен керек десеңіз дәлелдерім бар. Сосын барып қате. Одан кейін барып 2022-ден бастап 12-13 адам трактор алған екен да, осы әлге де тізімде тұр. Неге ол жыл сайын осы кісілер ғана алып атама, жоқ 4 жылдан бері басқа кісілер алмай ма? Неге бұл спискте тұр бұл әліге шейін? Жаңа техника алып атырмыз деп жылда қосып бірақ тек осы 12-13 адам. Басқа адамдар алмай ма, шаруа қожалықтар алмаған ба? Неге бұл ескі жаңағыдай информация? Или дезинформация қалай түсінсек болады осы жағдай? Бастап 25-ке дейін. 9 адам тізімі тұр ғой. 9 емес. Мына менде 25-ке тұр. 9 емес. Жыл бойынша 20 жыл нақты жазбаша түрде сізге мәлімет берейік. Жоқ, сіздер мысалы қараңыз, есеп беруге барсыз. Енді қарасаңызшы, мынанша анау деп, мынау деп отыр. Бұнда қате жоқ. Сонда мен сіздің жұмысыңызға күмәнім жоқ. Бірақ келген қағазыңызды реттеп келсеңіздер қарасаңыздар да, сәл алдын ала. Жаңа техникасы бар адамдар жазған болу керек, бюджетте сізге нақты жазбаша Нақты бұл сұрақтарыңызға қанағаттанбаймын. Бұның сессия қаржы ахуалында жүктемелердің бәрі қатесіз. Құрметті комиссия төрағасы, мен мынаны ұсыныс бар. Бұл осы нәрсе қайта қайталанып жатыр. Мен ұсыныс бар. Мына бірлік ауылдың әкіміне сессия қоймай, келесі дайындалып келсін, реттеп келсін. Мен осы айтып жатқан құрметті төраға, мәслихат төрағасы. Бұл соншалықты мұны осы қалқан оларды сыйламас па? Осы қайталанып жатыр. Әр сессияда осы нәрсе болып жатыр да. Сондықтан мен қайсы әкімнің осы цифр дұрыс болмайды, қайтарып беру керек есебін. Одан әкіміне тиісті хат жазып, жолдап жауапкершілігін қарау керек деп отырмын. Басқа ұсыныстар бар ма да? Онда бұл сен сессиясына алынып тасталады. Келесі жылға дайындалып келсек. Biraz çok ясный oldu. Siz önce 4-3 yıllar уже sessiyede oldunuz. O mesele постоянно kayıtlanır. Sıraz, dayındap koyduğunuz, dayındap koyduğunuz derseniz sıraz dayındap koyduğunuz oldu, başka mesele yok. Мәліметтеріңіз басқаша болып, баяндаматқаннан басқаша болады. Әкімнің өзі жазбағанша, бірақ дегенде Жазбаған деп бар. Баяндамашы келесі 4-ші күндердің мәселе. Жамбыл ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтерінің міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы баяндамашы Жамбыл ауылдық округінің
Құрметті әріптестер, баяндама несін берді, сұрақ жауапқа өтемдегі ұсыныстар. Сұрақтарыңыз бар ма баяндамашыға? Жоқ болса онда сессияның күн тәртібіне енгізсек, дауысқа саламын. Қарсы қалшы, рахмет. Сессияның күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша Мақтарал ауылдық округ әкімінің өзіне жүктеген қызметтер мен міндеттерді іске асыру жөніндегі есебі туралы баяндамашы Мақтарал ауылдық округ әкімі Жұматаев Арман мырза. Құрметті әріптестер, сұрақ жауап көтереміз бе? Сұрақтарыңыз бар ма баяндамашы? Өздеріңіз білесіздер, өткен жылы стадионда, футбольный стадионда қатысып жүріп жолын салғызған болатынбыз. Енді сол стадион бойынша жаңағыдегі сметасына тура келмейді. Енді әкім мырзаға алдын ала айтқан болатынбыз. Жаңағыдай сметада дұрыс емес деп. Бұл әкім дегенде сайлансын деді. Сайланып алды. Одан кейін айтқанмен одан кейін оның юристі армияға кетті. Енді ол стадионды қабылдамаған жоқпыз. Қабылдамаған жоқпыз, бірақ сметада дайын дұрыс емес. Свет жүргізілмеген, жаңағыдегі очень сай емес. Енді бұл кісіге айтамыз, жаңағыдегідей сұрылған бүйгім сол әңгімені зорып жүр. Арман, жауап бер. Құрметті саламатсыздар, құрметті мәжіліске қатысушылар, құрметті депутаттар, сіздің мәселеңіз бойынша Есентаев Қағазтары бойынша электр толығымен қамтамасыз ету Атакент энергосбыт пен техникалық қарайтын мердігермен жаңағы басшысымен жүріскен кезде тиісті құжаттар тізілген. Сол бойынша құжаттар қазір әзірленіп, одан кейін оны қосымша қаржылық бөлуге қазір қаралуда. Алдағы уақытта осы сәуірдің ішінде тиісті кемшіліктер бойынша оңалту жұмыстары жүргізілетін болады. Қашан? Жоқ, мердігермен. Мердігермен енді хабарласқанымызда телефон алмай жатыр. Ол бойынша юристіме тапсырма беріп қойған. Сметаға сәйкес кемшіліктерді жою жұмыстарын жүргізбейтін болса, сонда талап арыз беріп тырысатын боламыз. Атақ жаңағы халықтың жағдайына, жастардың спортпен шұғылдануға кешкі уақытта біздер құдайға шүкір ауа райын жылып келе жатыр. Спортпен шұғылдануға жағдай жасау үшін жарықтандыру жұмыстарын жүргізуге осы құдай қаласа апрель айында орналастыру жұмыстарын жүргіземіз. Енді сіз қабылданмаған жерге қалай электр баламасын жүргізесіз? Жарықтандыруға қосу керек ме? Ақша қостырып, биржан Жоқ. түсініксіз. Арман, өрді смета ғой, сметамен істеген шығарсың, өрді акт беремін жоқ шығар. Өрді жері босақтың бар ма? Босақтың бар ма? Босақсыз бар, жарықтандыруға Қабылдамаған сәйкес тиісті мердігер сметаға сәйкес жұмысын атқармаған. Кемшіліктері бар. Кемшіліктер бар, көрсеткен. Ақауақ түзіндір ме? Дефектіна кемшіліктер бойынша хабарлама бердің ба? Берген ғой, юристіміз кеңес берген. Енді оны көрген жоқ мен ар жағынан. Бижан, мен бұны өткен жылдан бері артынан жүгіріп жүрмін. Айтып жатырмын, бірақ эффект жоқ бұнда. Жоқ, мынандай ғой, депутат мырза, дұрыс айтып жатқаныңыз. Бұл жерде енді қаржы, халықтың қаржы ғой, өздеріңіз соны сіздерді жұмыстарының арқасында осындай қаржы жиналып, соның есебінен салынған өздеріңіз ұсыныстарыңызбен. Мен Арманға айтқам сол кезде. Есентаевқа самаймыз дегенбіз. Біз Көкаралға салатын боламыз. Сөйтіп Есентаевқа саламыз, бізге жер беріп тауып беремін дедіңіз. Қалған құжатын рәсімдеп беремін дедіңіз. Дұрыс па? Жер тауып бердім, жер тауып бердім, көтеріп бердім, бәрін дайындап бердім. Енді қалған жұмысты енді Арман атқармаған болып тұр ғой соны. Аяқталу мерзімі қашан екен? Арман, оны аяқталу переходящий емес еді ғой. Жоқ, қаржысын 100% бергенсің ба? Аяқталу мерзімі қашан? 2024-те бітірген сол. Онда оны Қабылданған объекті. қабылданған? Бұл қабылданмадым деп отыр. Мен өзім ақпарат көрген жоқ. Енді мен бұл кісінің бюджетіне араласамын. Бұл кісінің бухгалтері бар. Өзі сіздер сайлаған. Түсіндік қой, бұл кісі қабылданмаған дейді. Қабылданған деп отыр. Сіз қалай болады? Мынандай объекті переходящий болады, и жылдық болады да. Сол переходящий емес, жылдықта бұл. Ауысып өтпелі емес. Ол жылы, сол жылы бұл қабылданып объект біткен. Бітпеген 24-те бітетін объект әлі жүрсін. Конкретно ответ беріңдер, прокуратураға жазып беріңдер. қадеке. Дұрыс.
өткенбізде 2023-те сіз білесіз, ана стадион салынды ғой Бескетте. Сол дәл осындай нәрсе болған, Арман. Бұның проблемасы жоқ. Мұны сенің әріптесің кеше сотқа беріп қойды, қадегеде. Сот осы жерде болды, облыста болды, шешіп, сол кім қайттан погресияны барып істеп бердім мердігер. Бұда тұрған сен юристің бар ғой, айлыға бұтқан. Мынада работает. Сен өзің мамансың ғой. Қолыңды қазір бүйтіп отырсың да білмеймін. Егер де сен оны ашып өлтірген болсаң, оны қабылдамадың. Бірінші недостатка болса, не қабылдайсың? Сен ол жерде интересің бар шығар. Деген ой туындайды адамдарда. Мен айтып отырған жоқпын. Мен кеше тілім жазып, мен тілді ұстамашы, мен айтқан жоқпын. Бар шығар дедім. Так что за это меня не поймать. Бір. Екінші, егер сондай болған болса, сен сол қабылданған болсаң, неге недостатка қабылдадың? Егер недостатка кейін шыққан болса, гарантийный мерзім бар ғой, кепілдік мерзім бар. Оны сотқа беру керек. Неге сотқа бермей отырсың? Онда. Осы нәрсе мен қызықтырып отыр. Бізде осындай көп нәрсе ғой. Мектепте модульный туалет салынады, ол істемейді, ол қоймай басқаны сап береміз. Мен ойлаймын, бұл қадеке, бұл это нормальный вопрос. Мен сол фирманы уже 6 айдан бері артынан жүгіріп жүрмін, сотқа бер, соны сотқа бер, юристің айтып. Жоқ, жүгірудің қажеті жоқ. Жоқ, сен Бекмұхан, енді сенің қолыңда жергілікті басқару, жергілікті басқару заң 21-ші бабы бар. Сол барлығы сен 21-22-ші саналады. Алтағы соған сәйкес депутат сауал жазсын. Егер бір айдың ішінде шешім қабылданатын болса, сен тиісті оны хабарлауға құқылысың. Құқықтарын пайдаланса, не тек қана сөзбен шешілмейді ғой. Что за дела бұл ертең? Сауаттығымыз көрсетейік те? Арман, не жауап бересің? Тиісті жұмыстар атқарылды. Арман, менде мындай сұраққа былтыр өзім енді әкім болып тұрған кезде мен 2 учаскенің жерін қорытсын шығарды деген ары қарай шешім шығарды десе. Сол қазір істелінді ма сол? Құжаттар бәрі дайын. Конкурстарға жарияланып қойды. Тек қана футбольный площадка бойынша конкурстар жарияланды, ал игровой детский площадканың ол қосымша қаражат қаралып салынатын болады. Хорошо, екінші сұрақ. Міне бізде Атакент Береке арасындағы әр елді мекеннің қызыл сызығын белгілеп беріңіз деп мен депутатский запрос жібердім. Береке есінде шығар. Соған собой жауап келді. 2 аптадан кейін, 3 аптадан кейін хат келді, бір рет. Мен оны не үшін айтып жатырмын? Ертең ремонтный жұмыс жүреді, басқа жүреді. Сол кезде жанжал не болмасын, заранее кім шығып кетті, кім кіріп кетті деген сияқты. Соны белгіледіңіздер ма? Белгіледіңіздер ма? Архитектурамен қосылып. Атакент архитектура бөліміне қатысты 2025 жылы дүкенде жұмыстар жүрген кезде Атакент Береке елді мекен бойында орналасқан КХ-76 жолының бойындағы көшенің жолында орналасқан үйлер бойынша дүкенде жұмыстар жүргізіліп, ол жерде 12 үй основной Береке и Көкарал елді мекені көрсетілді. Мәдениетте өзінің шегінде 2 үй ғана шыққан, қалғандар бәрі жаңағы қызыл нормаларын бұзған. Ол бойынша хабарлама жолданды, тиісті жаңағы кемшіліктер жолға орындалмаған жағдайда заң тәртібіне сәйкес сотқа талап арыз беріліп, заңды шегіне ығыстыратын болды. Одан кейін соңғы сұрақ, жаңағы былтыр есіңізде болса, былтыр емес, даже биыл өткенде видео жіберді. Біздегі Тұлпармайдың артындағы қалдық аққан. Ол қалдық фильтрационный судан көтерілді да, мына жердегі ауыз су башняға қарай ақты. Химикаттың бәрі ақты да. Мен сол кезде айттым, полив басталмай жатып, сол просто жауып тастайды дедім. Трактор жоқ дедім, басқа жер. Трактор бар дедім, Атакентте берді погрузчиктер бар. Сәләп дедім, үйдің бетін бір кезде полив басталды. Сол айтқандай, сол судың бәрі ақты да. Сонымен енді біз, получается, сондай су ішіп отырмыз да. Енді соны айттым, Арман, ешқандай әрекет жоқ. Ол бір екіншіден кешегі полив бізде өзің білесің, фильтрация қатты болады. Жаңбыр болып, не болып, ана жерде бір тұрғын үй су басып кетті. Насос әкеліп қойып бер дедім, насосын бұзылып қалды. Сөзі аудан бойынша насос жоқ па или қалай? Енді ол тұрғын жылады да қалды, не істейді ол? Фильтрацияға кarbon фильтрацияны білесіздер? Жоқ, енді фильтрация екенде қарауын дренаж қосылды да, 2 дренаж қосылды, жаңағы мектеп жақтағы. Екінші мына 40 пен 42-ші суды тартып беру мәселесі бойынша айтылады. Насос алдырып істетуге болар еді, ауданда не жүреді, насос жоқ. МЧС
сооружение көтінен жүгіріп жүріп әйтеуір документ жасауға бастайды. Ол жалғыз түсіп жатыр, кімге де бейжанға да басқа. Енді білмеймін ол. Негізінде сессияны қабылдамауымыз шарт. Дұрыстап дайындалып келіп, кейінге өткізейік бұны. Кішкене сен Комиссия төрағасы енді ұсыныс бар, ол түсінікті жаңағыдай кейінге қалып дайындалып келсін. Жаңағыдай анау сұрақтарға кішкене жауап беріп дайындалып келсін, одан кейін деп ойлаймын. Арман жассың, нарық істейтін кезің қазір. Өзің жақсы кадрсың, мен естуімше жақсы жерде Жоқ, қолымнан келмейді деп айтса болады да, қолымнан келмейді болса, бағамыз ғой депутат ретінде сөзіңіз өте. құрметті әріптестер, түсінікті ғой. Дауысқа салайық. Ұсыныс түсті ғой? Иә, ұсыныс қабылданды, Құда қаласа. Иә. Енді бұдан кейін де кездесетінше сессия болады. Иә. Құрметті әріптестер, онда дауысқа салайық, сессияның күн тәртібіне енгізуге. Екі мәселеге ендігі сессияда сенаттың жауабына келіп Арман, Қалеке, мына кісі саммитіміз өте дұрыс. Бұны өткізе берейік, келесі сессияға осыны шешілген соң болды. Екі мәселе келесі сессияға шейін өзі жолығып, бәрін көрсетіп, бірақ нәрсе бар. бұл есеп беріп Екінші депутат жұмыс істесе болады ма? Бірақ мәселе бұл сіз біздің міндетіміз. Халыққа қызмет ету. Қолдан келсе жүктерге айтып, жәрдемдерін депутаттардың жәрдемдерін Жарайды, жақсы. Бірлескен мәжілістің күн тәртібіне енгізілген мәселе қаралып бітті. Күн тәртібіндегі 6 мәселенің 5-еуі күн тәртібі сессияның күн тәртібіне енгізілді. Бір кісінің бір әкімшілікті қайтарды. Күн тәртібінде 60 мәселе бар екен. Атырау аудандық мәслихатының 2025 жылда 25 наурыздағы нөмір 26-1-1-8 Атырау ауданы әкімдігінің жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз заң бөлімінің басшысы Бауыржан Мүсірепов. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі Атырау ауданы әкімдігі жаңа бірнеше комиссия құрылған, соның ішінде бүгінгі қол отырғанымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссияның құрамына өзгеріс енгізуді ұсынып отырмыз. Өздеріңізге белгілі, осыған дейін мынау Атырау ауданы Сессияның күн тәртібіне енгізуге дауыс жасау. Қарсы қалушы рахмет. Құрметті әріптестер, бірлескен мәжілістің күн тәртібіне енгізілген мәселе қаралып бітті. Басқа кімде қандай ұсыныстар бар? Бар ма? Болмаса осымен мәжіліс жұмысын жауап беріп жариялайды. Рахмет, қатысты. Біраз айтып жіберсем болады ма? Жабылды ғой? Енді халық қалаулылар, мына жерде бір айтып өтетін мәселе бар. Өйткені бюджет болғаннан кейін тиынына дейін сұрағы бар ғой. Былтыр бізде жылдың соңында 488 жылда өзімізге бағыттап беретін еді облыс. Соны алды да алып қойды да бермей қойды. Құрметті халық қалаулылар, жаңа айтып өткендей, жылдың соңында бізде енді жерде ауыл округтерінің жұмысын жамандап айтып отқан жоқпыз, бірақ сіздерге құлақ қағыс болсын деп өйткені бірге жұмыс істейсіздер ғой. Жұмысқа осы орнына келген кезде айттым сіздерге 26-28-ден ауыл әкімдерін бекітіп, сол жоспар соған қарай жұмыс істейік деп. Бізде бос салық бойынша 480 миллион теңгенің ақшаны алып болған. Соның ішінде ауыл округтерінің ақшасы 174 миллион ақша болды. 174 миллион. Мысалы, Атакент, Мақтаарал, Атакентте 100 миллион, Мақтааралда 25-24 миллион сонша ақша қалды. Сол ақшаны мен ауыл әкімдеріне әлгіден айтып отырмын. Переходящий болсын,
11-ci ayga keldi, konkurs ötpedi, prokuror tutsa kaldı. Akşam aldı da bizge transport beredi, жылда akşam aldı da özümüzge suga berip жасап. Бермей қойды. Ескерту болса, мына ақшаларын жылда игеріңдер. Экономист білесіздер болса. Атқарма жұмыс жоқтың нәтижесі деді да 480 миллион деген ақ қойды. Сөйтті да мына игілікке келетін суды, екі ауылдың суы қалды. Жұмыс атқармады деді, сол ақшаны ақ қойды. Қазірден бірге жылдың басы ғой, қазір өзі басталды. Қазір өздері бұл кісілерге ақшаны бердік, сол конкурсқа ойнатып, сол ақшаны жетпеген ақшасы болса перекадачка жариялап, келесі жылы өтпелі болса да жариялап, бұл ақшаны игерейікші. Өз істерді. Сол қарағандар. Осы мәселені мен айтып едім ғой, әр жылғы заңды диалогтағы арнадан басқа ешкім істеп берген мәселе. Бұл оңай бұл түрде. Ол ақша несін жинамасыңдар? Ол зат қоятын болса, жұмыс жоқ деген сөз жоқ. Қорған деген сөз үйде қояса, заңды істейтіндер шықсындар. Жинап ақшаны алып қояды. Дұрыс емес қой. Егер де заң бойынша істесең ешкім басқа ешкім болмайды. Қорған іштеген үшін отырмыз ғой қазір осы жерде. Ол жеп қойып та елге істеп отыр ғой, осы ақшаны елге жіберді ғой. Айтамыз ғой қазір. Сұрақ қояйыншы. 174 миллион 400 теңгенің қарызы болды, қалған 306 миллион есебі болады енді. Ол қаяқ қарызы бұл? Ол налогтан түскен ақшалар. Енді сол қаржының мақсатын өзгертуге болмас па? Басқа біз облысқа бердік қой, ақ қойдық, бермедік. бермей тұрып басқа мақсатта жұмсауға болмас па дейді. Ол қалай жұмсайды? Бәрі тыныш болсын. Ол ақшаны жұмсау үшін базарға магазинге бару керексіз ба? Жоқ, ауыл әкімдері болды атқаратын сол. Жұмыстар атқарып ауыл әкімдері барлық нәрсені өзінің ауыл қолындағы айырып қалып отырды. Бірлік істесеңізші еліңе. Биыл да солай болуы мүмкін да, өйткені қазірдің өзі местный бюджеттен 6 стадион. 6-ауы уже 1-2 рет қайтты. Неге қайтарып отқан, ол прокуратураның қай қайтарып отқан? Жоқ, қазір жылдың басында өз конкурсын бастады. Қаржы игермей тағы солай қалуы мүмкін. Жылдың басында жылдың аяғында үлгермейді да. Неге экспертизадан өтпей көп нәрсе жұмақ Жұмыс істеу керек қой, жұмыс істеу керек қой. жұмыс істеу керек қой боласың. Мұны жұмыс істемейді, босату керек ондай адам. Қамшылау керек. Сол үшін бірге істеңіздер сіздерге. Жылдың басында бекіттік қой. Қалай істейміз? Мен кешегі бюджетті заявка қолдап алған жоқ не жағын мысалы. Кіммен істеу? Ауыл ақша сол үстінде. Бағыттап бердік. Ауыл әкімі заявкасын берсін де, сметасын әкеліп. Сіздер енді Мысалы бюджетке болып тұрған, ЖКХ-дағы асфальттың бар ма, экспертизадан өтпеді болып жабылды. Бюджеттің орындауы, бюджеттің кодексте 1 январдан 31 декабрьге дейін көрсетіп тұрады. Неге ол? Асфальт айтып отқан жоқ бізге. Жергілікті бюджет әкімдердің ақшасы айтады. Асфальт мәселесін өзіміз шешеміз, уайымдамаңыз, бітіреміз. Жергілікті бюджеттің соның емес пе? Кішкентай ақшамызды игере алмай отырмыз ғой. Ауыл әкімдері шақырса да бізді ешқайсы шақырмайды ғой. Біз шақырамыз ба оларды? Рахмет, мына құрметті халық болған депутаттар, әріптестер. Кеше бірінші күн жұмыс қылған кезде нені алып келдік, сөйтіп оны бірінші қуаныш, екінші жігіттерге айттым, оның бәрі еңбегімен бір өзіміз емес, еңбек бәріміздікі. Неге десеңіз, аудан дамып, әлеуметтік көтеріп жатыр, оның бұл жерде халқымыздың, еліміздің ауылдыршылық өздерінің жаңағы депутаттар көрініс тұрып 7-8 жыл кетіп жатыр. Құдайға шүкір, мынау Қарашаңырақ дейді, Мақтаарал, Бұрынсаяқ, Мұзакентке қайтып келіп, аудан өз халқына келіп, тем более қазір басқа инвестиция өте үлкен деңгейде біздің ауданда темір жолмен сәйкес арнайы экономикалық аймақта үлкен қазіргі осы кеше ғана вице-министрге кірді, соны барып аралап. Сол жерде мынау инфраструктурасына қазір керек топ керек, соның енді 25 мегаватт. Қазір пока мощность бар, 13 мегаватт бар. Соны қосымша Қызыласкер арқылы көреміз, 4 вариант бар екен, қалай қосымша алып беру.
Ветжо провинция бесте жерде үлкен ангар жасап жатыр. Әрқайсы 4 мың квадраттан 8 ангар тұр, 1,5 квадраттан. Жаңа Ветжо провинция жерде үлкен высокотехнологический микрооборудование жасайды. Бұдан любой заявка не болса, соны істейміз. Одан қосымша Самарқанд металлургический заводы келіп жатыр. Ол кісілерде қазір 15 гектар жер кеше буквально сағында келісіп, ол уже жұмыстарын бастайды. Одан қосымша айтылған үлкен жаңа заманауи мақта заводы, май заводы. Білесіздер, Қытайда біз кейін қарасақ технологиясы несі әр 3 жылда олар заводты жаңа отырады, спайшан машина мақтан сапалы деген шығады. Еңбектің бәрі халық елділері бұл жерде. Ол мекен айтып нужан уақыт төреші халық сыншыdır. Сол сияқты бәріміз осы біздің сіздермен бізге қосымшылықтар қасынан дейін осылай еңбек етіп жатырмыз. 27 жыл болды осы мемлекет салада салаларында бастап келіп жатырмыз. Наградаға осылай кеше естіп, сол бағада естіп. Сол үшін бәрімізге жұмыс болсын. Еңбек только мен бір өзім емес, осы ел біздердікі. Сол үшін бәрімізге жұмыс болып, әрқайсысына осылай марапат, абырой, біздің жол береміз, пенсия шығып, қызмет сүреді. Маңғошыға бір басшы деп қойған. Өзіңіз басшылығыңызды байқадыңыз. Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар, сессия жұмыс бастауға рұқсат етіңіздер. Құрметті сессия қатысушылар, бүгін 8 шақырымда аудандық мәслихаттың кезекті 40 сессияның жұмысына аудандық мәслихаттың депутаттары, аудан әкімі, дербес бөлім басшылары, кенттер мен ауылдық округтердің әкімдері, аудандық қоғамдық кеңес, ардагерлер кеңесінің төрағалары, аудандық істер басқармасы басшысы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылып, олар негізін қатыстырып отыр. Аудандық мәслихаттың аудандық мәслихаттың кезекті 40 сессияның 18 депутаттың 15-і қатысып отырғандықтан оны ашуға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутаттар, сессия жұмыс қамтамасыз ету үшін редакциялық және санақ комиссияларын сайлауымыз қажет. Редакция комиссиясы Тұрсынғанов Нұрман төраға, Ерназар Серікбаев, Далбаева Меруерт. Есеп комиссиясы Бексұлтан Абзал, жетекші, Бабаев Шакир, Артаев Ерғали. Құрметті әріптестер, бізге сессияның күн тәртібінде бекіту қажет. Дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ, ауданды. Рахмет. Күн тәртібінде бекітілді. Бірінші мәселеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Мақтаарал аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясының бөлімінің басшысы атқаратын жұмыстардың есебі Болатов Ғабитов берді. Сұрақ жауапқа көшейік. Комиссияда шешілді.
тексерілген, әлі оны келіп тағы да корректировка жасап, основание істеп болғаннан кейін центр государственного шақырамыз. Сол негізде основанияны келіп көріп болғаннан кейін барып асфальт рұқсат береді. Сосын барып асфальт бастаймыз. Сол где-то май айларында Құрметті депутаттар, сұрақтар Жұлдыз елді мекенінде Өргебас көшесі алды. Сол өткен жылда қалып кеткен болатын переходящий. Жалын көшесі ол. Жалын. Өргебас дегенде жалын. Бар. Жаңағы бөлінген қаржымыз бар емес па? Иә? 712 тұр ғой, кеше маған цифрларды көрсеттім, 712 ішінде бар. Тағы да кім сұрау? Бүгін жаңа сіз 1 миллиард 600 миллион деп не алдыңыз ғой? Соған бүкіл аудан шешіле ма, әлде жоқ? Бізде қазір жалпы қанағаттанған 554 километр болатын болса, соның қанағатты және жақсы жағдайлары есептелмегенде 118 километрге жөндеуіміз керек. 118 километрге жөндеуіміз керек. Әле бар. Әле бар да. мен оны сұрап отқаным, әлі бізде Көкарал елділігінде көп жер асфальт керек. Жұмысымыз көп, асфальт қалып кеткен асфальт жоқ. Құрметті депутаттар, сұрақтар. Бір мәселе бар да, жол қатысты да. Мен айтып отқанымда қараңыз, мысалы біз ана жерде 200 метр, 300 метр асфальт қалып кетеді ғой. Біздегі сол елді мекендердің бәрін жинап біріне алуға болады. Екінші мәселе, сараптаманы былай өткізіп кету үшін мектеп бюджеттен, яғни ауыл әкімдері бар ма, текущий ремонт дейміз ғой, ямочный ремонт. За счет содержания деген бар да. Мысалы, ямочный ремонт істейтін болса, сол жерге ямочный ремонт есебінен управляющий істей жерде болады. Ол да нюанстар бар да. Рахмет. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз болмаса дауысқа салın. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Екінші мәселеге көшейік. Екінші мәселе Ақтакент кенті әкімінің өзі жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Ақтакент кенті әкімі Әзімов Сұлтанов. Құрметті депутаттар, жергілікті комиссияда талқыланды. Сұраққа көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Үшінші мәселе қалды. Оны сессия қоймаймыз. Бірлік ауылы құрылды. Төртінші мәселе төртінші мәселе Жамбыл ауылы округы әкімінің өзі жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Сөз Жамбыл ауылы округының әкімі сізді көпірді. Төртінші мәселені жаңында бәрін талқылады комиссияда. Сұрақ жауапқа көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Қарсы, қалыс, қабылданды. Бесінші мәселе Мақтаарал округының әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін жүктелген қызметпен іске асыру жөніндегі есеп туралы. Сөз Мақтаарал округы Жұматаевқа беріледі. Олар туралы бойынша комиссия өзі актпен талқылады. Сұрақ жауаптарыңыз бар ма? Сұрағым бар, мынау мәлімет өсер көтерген 20 каналы бойынша біздің өздеріңіз білесіздер, біздің Есентаев елді мекен және де Азаттық Жұлдыз елді мекендеріне су жеткізу проблемасы өте қиын болып жатыр. Мына жақтан су ашса, жаңағыдай бізге жетем дегенше Көкарал, Мәдениет елді мекендеріне су басып жатыр. Енді дәл қазір бізде әлі қысқы шаю жұмыстары әлі 80% толығымен игерілмеген. Енді қазір халық кеше емес алдыңғы күні жиылып, әкімшілікке айтып, Платозын бастығына айтып, суды ашқан боларымыз бір құтпақ, қанша жылда ашты? Енді бізге жетіп жатқан еді, қазір енді Көкарал мен Мәдениет елді мекенінің халқы әкімшілікке барып шулап жатыр. Фильтрация ұрып жатыр. Енді бізде әлі шаруа қожалықтар әлі су жеткен жоқ. Енді біреу-екеуі ғана бітті да. Енді менде сұрақ, жаңағыдегі насосты, жаңағыдай или кім суды тартатын, кім жауапты болады, кімді жібереміз?
ұсыныс жаңағыдай су беруіміз керек. ана жақ суға батпаса біз жақ су жетпей жатыр. Енді бұл жерде бір 2-3 насос қойып жаңағыдай уақытша 10 күн шыдап тұру керек та. Насосты қою керек. Насосты жаңағыдай мына фильтрация Андай ғой бұл жерде дегені жалпы К20 каналы ішкі жүйесінің бәрі Қазсушар теңгерімінде сыртқы транзиттік бөлігі бізде еді. Қазір оны біз министрлікке өткізу үшін ауыл әкімшілігіне толығын өткіздік каналды. Негізін Қазсушар оны тікелей тұрмайды. Атакен су деген кооператив бар. Сол барлығына су жеткізіп берген міндетті. Қазір сіз айтқан шаруалардың барлығы сол кооперативке ақшасын төлеп қойған. 9500 теңгеден жаңылыспасам қысқы жұмыстар төлеген. Енді бұл жерде бұл мәселені олардың да жетпей, сол жерге оларды алып, депутат бар, әкім бар, қареке, Баязид өзін бастап, сол жақта на месте шешілу керек. Қалай істейміз? Ана яманы қазып, оталдырып қойып, сол суын қайтып артқа тастау керек, басқа неге жүйе? Ғабеге. Арман, ана жерде қазан кесе астында газопроводымыз бар біздің. Мен көрген тереңде бұл жерден терең емес ол өзінің несінің мөлшері жаңағы сіздің жаңағы тиісті құрылыс нысандары жер астында қарау заранее тиісті биіктігін алып жаңа канал бойынша несі не қылды өзі жалпы несі шықты ма К20 каналы бойынша ПС-ді бәрі дайын, тек қана бұл жерде процедура жүріп жатыр, бізден ауыл әкімшілігіне өткізілді, ауыл әкімшілігінен министрлікке өткізу керек. Қазір ол базамен иә ол электронный да ол электронный болып кеткен. Соған қазір сол базадан министрлікке өткізілді конкурс шаруынан. айтып отырғаным ертең бізде ана не болады да депутатский былай қабылдау болады ғой сол кезде бірінші баяғы сұрақ қою К-76 мен К-20 қазір не айтарын білмей жатыр ремонтқа түсе ме түспей ме түседі жылдың соңына дейін түседі ремонтқа қазір министрлікке айта берейін ба министрлікке өткізілгеннен кейін жылдың соңына түседі Баязид айтты деп тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ қабылданды. Рахмет. Көтердің 6-шы мәселеміз. Адаке, 6-шы мәселеге бір ұсыныс бар еді. Жаңа бірліктің әкімінің есебі бойынша. Мен өзім сол ауылда жұмыс істеймін. Соғаны болмағанымен. Бірақ дегенмен әкімнің қаншалықты еңбегін елеулі еңбектері бар. Мысалы мектепке келеді көшеде кеше дер кезінде ямочный жұмыстарын өз кәсіпкерлерді ұйымдастырып шешіп беріп отыр. Одан басқа да орталықта жүргізіп жатқан жұмыстарын қойып отырса да қаншалықты жұмысты жалпы үйлестіру алып бару барысы жақсы дегенмен мына докладты дайындаған әкімнің өзі емес енді. Соны ескере келе бұны қабылдадым. Комиссияда өздері көтердіңдер. Бұл мәселені мынау депутат әріптестерге айтып. ұсыныс жасасақ. Жігіттер не дейсіңдер? Өткізіп берейік. Өткізейік ба? Бір-екі мәселесін онда дауысқа салайық. Өткізсіңдер. Отырыңыз. Бүйтіп, сәкен, бірінші жыл істеп жатқан жоқсың, дұрыстап дайындалып келсеңдер сұяқ қой. Оны сұрақ жатқа білу керек сол кім алынады, кім алынады. 6-шы мәселеге көшейік. Мақтарал ауданының мәслихатының 2025 жылғы 25 Рамазандағы 26-171-8 Римский. Мақтарал ауданының әкімдігінің жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы шешім өзгертуге енгізу туралы. Сөз заң бөлім басшысы Мүсіреп Бауыржан берді. Дауысқа салайық. Одан 6-шы мәселені талқыладық, дауысқа саламыз. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Ержан Ертұрған 7-ші мәселе қосып тұр. Қазір өздеріңізге түсіндіреді. Соны ауданға керек болып тұрған мәселе. Оны Ержан түсіндіріп беріп жігіттер бәрін қолдаса, дауысқа саламыз. Құрметті әріптестер, бұл жерде жаңағыдай аудан әкімінің қаулысы шыққан, мына жердегі жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемақыларын белгілеу туралы. Бұл жерде тәртіп мен шарттарын жергілікті атқарушы орган бекітеді деп қойған, қаулы мен аудан әкімі бекіткен шарттарын. Ары қарай мынау үкіметтің 1193 қаулысының 5-ші тармағы 3-ші тармақшасында мәслихат үстемақы құқығын
берілген дейді. Яғни мәслихат үстемақыны бекітіп береді деген. Соған біздің жағы шешім үшін керек, бұл нормативный правовой акты тіркеледі, заңдылығын жағы бәрі дұрыс. Егер сіз қолдау білдірсеңіздер, осының жағы Жетінші мәселе. Қалай қарайсыз? Көлемін айтсаңыз, ақшалай көлемін айтсаңыз. Көлемі 50%-ға мырзакент қызметке, газ техникалық қызметкерлерінің нелеріне айлық ақылар үстемақы 50%-ға, жастар орталық қызметкерлеріне 25% ұсынылып отыр. Ақшалай қанша болады? Негізі қазіргі таңда сіздер ұсынып жатқан үш мекемеде мырзакент қызмет өздеріңіз білесіздер, текущий кадры көп, 80-85 мың теңге средний айлық алып жатыр. Осы мырзакент қызметке біз қазіргі таңда 36 миллион теңге сұрап жатырмыз. Егер сол 36 миллион теңге қазір осы мырзакент қызмет бөлімінің средний айлықтары 120-125 мың теңге болады. Средний айлықтары, то есть 50%-ға көтеріліп жатыр. Енді екінші мәселе жақында ғана газ мекемесі ашылды ғой бізге. Инспекция ашылды ғой. Қазір онда біз баяғы нормативтен қоятын болсақ, кадрлар жетіспеушілік пайда болады. Ешкім 85-100 мың теңгеге ешкім бармайды. Егер де біз осыны қазір 50%-ға көтеретін болсақ, где-то бір 135-140 мың теңгенің арасында болайын деп айлықтар. Бұл сәл болса да қызық. Екінші бізде үшінші мекемеміз мырзакент мекемесі, жастар мекемесі. Олардың айлықтары қазіргі таңда средний және біз есептеп көрдік, 110-120 мың екен, енді 50%-ға көтеретін болса, 150 мың 880 теңгеден болады екен, жастарымызға. Өздеріңіз білесіздер, бір нәрсе болады, жастардан просветителер мекемелерді. Жалпы 226 қызметкерлер мен жәндегі рабочийлерімізге жерегі 69 миллион теңге сіздерге ұсынылды. 226. Bir жылға. Жетінші мәселе алып қоссақ, қолдайсыздар ма? Дауыс аламыз. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды, ауданда жұмыс істеп жатырмыз. Рахмет бәріңізге. Құрметті әріптестер, осы мүмкіндіктегі мәселелер қаралып болды. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның жүргізу жөніндегі депутаттардан ескертпелер мен ұсыныстар бола ма? Соны қандай шығады екенсіз? Мен мынау кеше өзіңіздің хабарыңызда ғой, сайлаушылар келіп, диқандар мәслихаттың дегенде. Сонда ол кісілердің айтқаны, жалпы барлығы диқандар бар аудан халқының. Сол негізінен ел жазың тұрғындар секілді, диқан ауылы. Көтерген мәселелері шекаралық аймақта нейтральный зона бар ма екен? Сол жерде қазіргі уақытта шөп, шабан, торақ көп, мәжілсаннан құрып тұрған ачақ бар ма? Сол жерде. Шереп суады, Шекарада кіру проблема. Оны кім тазалайды, қалай тазалайды? Бұл мәселесі егелеріне Баязитпен де сөйлесіп қойып оның біз тиісті мекемелердің барлығына хатын бергенбіз. Енді бұл жерде нейтральный зона, таможняның іші болғаннан кейін бізге де қатысы жоқ та. Ол анау Казсушардың да теңгерімді емес. Сол себепті біз аумақтық инспекция оған да бердік. Облыс әкімі болмаса Нұрмолат Тоқтарұлына аудан әкіматына хат жазғанбыз. Айтайын дегенім, сол бойынша біз министрге Нұржігітовке запрос жасадық. Сессия жауабы. Ол министерство ресурстан облыс әкімдігіне жолдады. Маған сообщениелер келді ғой қайта-қайта. Облыс әкімдігі ауданға тастады. Қазір сессия жауабы одан кейін көтереміз.